Алматыда Қазақстан мен Өзбекстан кәсіпкерлері бас қосып, экономикалық ынтымақтастықты арттыру мәселелері талқыланды. Жиында экспорт, импорт операциялары кезіндегі әкімшілік кедергілерді азайту мәселелері сөз болды. Жиналғандардың айтуынша, екі ел кәсіпкерлері кедендік рәсімдеулерге сертификаттық рұқсат құжаттар алуда көп уақыт пен қаржы жоғалтады. Бұл елге келген өнімнің бағасының қымбаттауына әкеп соғуда. Тауар құнына арадағы делдарларда кері әсерін тигізіп жатыр. Атамекен ұлттық экономикалық палатасының өкілдері бүгінгі бас қосу бұл түйткілді шешуге ықтимал тигізеді деген сенімде. Өйткені мұндай отырыстар кезінде кәсіпкерлер өзара танысып қана қоймай, тікелей сауда қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдеріне сұрақ қойылып, тиісті жауап алуына да жағдай бар. Айта кетейік, 2012 жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда айналым 2 миллиард 160 миллион долларды құрады. 4 жыл ішінде екі ел арасындағы сауда көлемі 22%-ға өскен. Тараптар бұл көрсеткішті еселеуге екі елде мүдделі дейді. Это площадка для бизнеса, для диалога. Бүгінгі отырыс екі ел кәсіпкерлер үшін әріптестік орнатуға мүмкіндік беретін ашық алаңға айналып отыр. Өзбекстандық бизнес қауым Қазақстаннан сенімді әріптес іздейді және Қазақстанның заңдарымен жіті танысқылары келеді. Сондықтан бүгінгі отырысқа кәсіпкерлермен қоса министрлік өкілдері де шақырылды. В составе делегации много. Қазақстанға келген өзбек делегациясының құрамында шаруа қожалықтары мен агрофермалардың басшылары бар. Олар Қазақстанды сапалы жеміс-жидекпен қамтамасыз етуге әркез дайын. Бірақ бұған арадағы әкімшілік кедергілер қол бойлау болуда. Бұл мәселелер шешілетін болса, Өзбекстан бұл елді сапалы әрі арзан жеміс-жидек көкөніспен қамтамасыз ете алады.